Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы ион алмасу реакциялары. Негізінен көптеген реакциялар судағы ерітінділерде немесе қыздырған кезде балқыма түрінде жүретін болса, сол ерітінділерге өткізген кезде заттарымыз иондарға ыдырайды. Бұл деген сөз химиялық реакциялар иондардың арасында жүреді деген сөз. Мына соны сөз түрінде айтып келіп жатырмыз. Демек, көптеген химиялық реакциялар ерітінділерде жүреді. Сол себепті электролит ерітінділері арасында жүреді екен. Сол ерітінділерде электролиттеріміз иондарға ыдырайтындықтан реакцияға иондар қатысады. Демек, иондар арасында жүретін реакция. Қазір біз сіздермен бірнеше тәжірибелермен танысамыз. Мысалға, бірінші тәжірибеде сынауққа калий хлоридінің ерітіндісін құйып, оған натрий сульфатының ерітіндісін қосамыз. Тәжірибеде ешқандай өзгеріс болмайды. Неліктен? Міне енді көрейік. Калий хлориді қосамыз натрий сульфатын. Алмасу реакциясы жүреді. Демек, калий сульфаты қосылған натрий хлориді түзіледі. Негізінен иондарға ыдыратқан кезде ерігіштік кестесіне қараймыз. Енді мынандай нәрсе бар. Ерігіштік кестесінде барлық натрийдің тұздары, калийдің тұздары суда ериді. Одан кейін нитраттар ериді. Егер сол қосылыстардың құрамында осы элементтер болатын болса, онда ерігіштік кестесіне қараудың қажеті жоқ. Демек, калий бар ериді, натрий ериді, калий ериді, натрий ериді. Демек, иондарға ыдыратамыз. Иондарға ыдыратқан кезде құрамында қандай элементтер болса, сол иондарға, немесе ерігіштік кестесінде олар қалай жазылған болса, солдай иондарға ыдырату керек. Калий плюс қосылған хлор минус ионына ыдырайды. Коэффициент 2 ионға да тиісті. Қосу. Ерігіштік кестесінде натрий плюс индексі жоқ ерігіштік кестесінде, ал S4-тіңкі бар. 2 минус деп жазылған. Натрий атомдар саны 2 еді, сол 2-ні натрий ионының алдына коэффициент ретінде қоямыз. Келесі кетті. Калий дәл осындай калий катионы мен сульфат ионына ыдырайды. Калийдің индексінде 2 болғандықтан оны коэффициент ретінде алдына қоямыз. Қосу натрий хлориді натрий мен хлорид ионына ыдырайды. Да, алдындағы коэффициент 2-іне де тиісті. Енді теңдіктің оң және сол жағындағы ұқсас иондар қысқартамыз. Калий мен калий, хлор мен хлор, натрий мен натрий, сульфат ионы мен сульфат ионы. Байқаған болсаңдар, барлық иондар қысқарып кетті. Демек, бұл реакция қайтымды алмасу реакциясы. Немесе, ол реакция аяғына дейін жүрмейтін реакция деп айтылады. Аяғына дейін жүру үшін ион алмасу реакцияларында 3 шарт орындалу керек. Не газ түзілу керек, немесе тұнба, немесе аз диссоциацияланатын зат түзілсе, реакция соңына дейін жүреді деп есептелген. Демек, бізде қазір барлық иондар жойылып кетті, қысқарып кетті. Жойылып кетті деп сөйлейміз, қысқарған жоқ. Сол себепті бұндай реакция теңдеулерін қайтымды алмасу реакциясы немесе реакция аяғына дейін жүрмейді деп аталады. Ал енді екінші тәжірибеге тоқталсақ. Натрий сульфатының ерітіндісі. Демек, натрий сульфаты ерітіндісіне қосады екен барий хлоридін. Алмасу реакциясы жүреді. Натрий хлориді мен барий сульфаты түзіледі. Теңестірсем, натрий атомдардың саны 2, мына жерде біреу ақ, алдына 2 қойдық. Хлор атомдар саны 2-ден тең болды. Нәтижесінде ақ түсті тұнба пайда болады дейді. Ақ түсті тұнба ерігіштік кестесіне қараймыз, немесе жоғарыда айтып кеттік. Натрийдің барлық тұзаты суда ериді. Демек, реакциядан кейінгі барий S4 суда ерімейді екен. Ерігіштік кестесіне былай тауып аламыз. Барий S4 бұл жоғары жақтан іздейміз. Сульфат ионын бүйір жағынан іздейміз. Осы екеуінің қиылысқан жеріне қарасақ, EM әріп тұр, EM әріпі тұр. Бұл ерімейді, тұнба деген мағынаны білдіреді. Иондарға ыдыратсақ, суда еритін электролиттер иондарға ыдырап жазылады да, ал суда ерімейтіндерді молекула түрінде жазамыз. Демек, натрий ерігіштік кестесінде осылай жазылған SO4 ионы. Натрий индексінде 2-сін алдына коэффициент ретінде қойдым. Қосу барий мен хлорид ионына
Ергіштік кестесінде хлордың индексінде 2 жоқ. Сол себеп бұл 2-ні жазбаймыз. Алдына атомы коэффициент ретінде жазылады. Енді натрий мен хлор жеке-жеке жазамын. Натрий ионы мен хлорид ионы. Алдында коэффициент болса, сол коэффициент 2 ионға да тиісті. Осы барий сульфаты тұнба. Ұқсас иондар жойып тастаймыз. Теңдіктің сол жағы мен оң жағында ұқсас иондар бар болса, жоямыз. Қалған көшіріп жазамыз. Мүмкін болса, оң таңбалы катиондарды бірінші жазған дұрыс. Барий катионына қосамыз сульфат ионы. Шығады барий сульфаты тұнба. Бірінші теңдеу молекулалық теңдеу деп айтылады. Екінші теңдеу толық иондық теңдеу деп айтылады. Толық иондық. Ұқсас иондарды жойып тастадық. Сондықтан үшіншісі қысқартылған иондық теңдеу деп айтылады. Қысқартылған. Демек, бұл ион алмасу реакциясы қайтымсыз, себебі тұнба түзіліп жатыр. Тұнба түзілетін болғандықтан реакция соңына дейін жүреді. Үшінші тәжірибе. Натрий сульфиді. Натрий сульфидіне қосамыз тұз қышқылын. Тұз қышқылын қосатын болсақ, натрий хлориді мен көкөрт сутек газы, шіріген жұмыртқа иісті көкөрт сутек газы түзіледі. Газ болса, стрелканы жоғары қаратып қоямыз. Демек, натрий сульфид суда ериді, сондықтан иондарға ыдыратып жаздым. Ергіштік кестесіне қарап аламыз, достар. Хлор сутек, хлор мен сутекке ыдырайды. Коэффициент екеуіне де тиісті. Натрий мен хлорды иондарға ыдырайды. Алдына екеуіне де 2 қойдым. Қосылған H2S газдарды, одан кейін тұнбаларды иондарға ыдыратпаймыз. Ұқсас иондар натрий катион мен натрий катионы, хлор анионы мен хлор анион. Қалған көшіріп жаздым. Оң таңбалы ионды бірінші жазамын катионды 2H+, қосылған S2- тең H2S газ түзілді. Демек, бірінші теңдеуім молекулалық теңдеу, екінші теңдеуім толық иондық теңдеу, үшіншісі қысқартылған иондық теңдеу деп айтылады. Бұл реакцияда қайтымсыз екен, себебі газ бөлініп жатыр. Егер газ бөлінуімен жүретін болса, ол реакциялар аяғына дейін жүреді деп есептелінеді. Енді төртінші тәжірибе. Төртінші тәжірибе калий гидроксидіне фенолфталин тамызып, оған тұз қышқылының ертісін қосамыз. Нәтижесінде, негізі калий гидроксидіне фенолфталин тамызса, таңқурай түс пайда болады. Ал енді тұз қышқылын қосатын болсақ, уақыт өте келе таңқурай түс бейтарап ортаға жеткен кезде түссізденеді. Және екі зат бір-біріне қосылған кезде жылу бөлінеді. Демек, калий гидроксидіне қостым тұз қышқылын. Түзіледі калий хлориді қосылған су. Калий күшті электролит иондарға ыдырайды. Немесе күшті электролиттер иондарға ыдырайды. Әлсіз электролиттерді су иондарға ыдыратпаймыз, молекула түрінде жазылады. Сонда ұқсас иондар калий мен калий, хлор мен хлор, қалған көшіріп жаздым. H+ қосылған OH-, шығады H2O. Демек, бұл реакцияда қайтымсыз екен. Реакция аяғына дейін жүреді. Себебі аз диссоциацияланатын зат су түзіледі. Демек, реакциядан кейін тұнба түзілсе, немесе газ түзілсе, немесе аз диссоциацияланатын заттар түзілсе, демек, әлсіз электролиттер түзілсе, бұл реакциялар соңына дейін жүреді деп есептелінеді екен. Енді ион алмасу реакцияларында нені ескеру керек? Иондық теңдеулерді құру үшін келесі ережелерге сүйену керек. Мұндай теңдеулерде электролиттің формулалары ион түрінде жазылады. Сол ион түрінде жазуын мүмкіндігінше ергіштік кестесіне қарау керек. Мысалы, калий катионы, карбонат ионы. Ал енді аз диссоциацияланатын заттар, немесе суда ерімейтін газ тәрізді заттардың формулалары молекула түрінде жазылады. Мысалға, мынау тұнба молекула түрінде. Газдардың барлығы молекула түрінде, су молекула түрінде жазылады. Егер тұнба түзілетін болса, онда стрелканы төмен қаратып қоямыз. Сол заттың қасына, мысалы, кальций карбонат тұнбаға түссе, барий сульфаты тұнбаға түссе,
Күміс хлориді тұнбаға түссе, стрелканы төмен қаратып қоямыз. Ал енді түзілген газ формуланың жанына стрелка жоғары қаратып қойылады. Мысалға, SO2 газы түзілсе, H2S газы түзілсе, сутиек газы түзілсе, мына осылардың барлығында оң жағына стрелканы жоғары қаратып қоямыз. Сонымен достар, электролит ерітінділеріне реакция иондар түрінің арасында жүреді екен. Реакция нәтижесінде тұнба түзілсе, газ түзілсе, немесе аз диссоциацияланатын зат түзілетін болса, оны алмасу реакциялары соңына дейін жүреді. Яғни алмасу реакциясы қайтымсыз екен. Мына достар, біз сіздермен ион алмасу реакцияларымен таныстық. Олар үшін соңына дейін жүру үшін не тұнба түзілу керек, не газ түзілу керек, немесе аз диссоциацияланатын зат түзілу керек екен. Иондарға ыдыратып жазған кезде мүмкіндігінше ерігіштік кестесін пайдалансаңдар, иондарды жазуда жаңылыспаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.